Сәлем достар, 7 айлық балаңызға арналған өте жеңіл әрі пайдалы тағам дайындаймыз. Ол үшін бізге керек заттар: тауықтың төс еті, кәді және қызыл болгар бұрышы. Алдымен етімізді жақсылап жуып, кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін кәдімізді және болгар бұрышымызды турап аламыз. Барлығын блендерге салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Дәрігерлердің айтуы бойынша, 1 жасқа дейінгі балалардың тағамына тұз және қант қосуға болмайды. Сондықтан менде ешқандай тұз, қант, бұрыш сияқты дәмдеуіштерді қосқан жоқпын. Бірақ сонда да өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Міне дәл осындай масса шықты менде. Енді осыны силикон формаларға салып, буда пісіреміз. Мен кекстің және сосисканың формасына пісірдім. Әрқайсына 2 қасықтан саламыз. Кез келген силикон формаға пісірсеңіздер болады. Алдын ала табаға су қайнатып қоямыз. Суды орташа деңгейде құйып, формаларды орналастырып шығамыз. Сосын баяу отта қақпағын жауып, небәрі 10 минуттың ішінде пісіп шығады. Міне 10 минут өтті. Біздің тауық котлетіміз дайын. Балаңызға осылай кесіп ұсынсаңыз болады. Ас болсын.